Дүние жүзіндегі байлықтың 80%-дан астамы адамдардың 1%-ның ғана қолында шоғырланған деп жиі еститін шығарсыз. Көптеген адамдар бірден әділетсіздік, теңсіздік, барлық байлардың тек алдау арқылы ақша табатыны және сіз бірнеше рет естіген осындай сөздер туралы айта бастайды. Әділетсіздік туралы пайымдау белгілі бір дәрежеде шындыққа жанаспауы мүмкін, бірақ олар бірдей нәтижелерге қол жеткізуге тырыспайды. Өкінішке орай, біздің қоғамда мұндай мәселеге қызығатындар көп емес. Бұл адамдар қалай байыды және осындай жетістікке жету үшін не істеу керек? Сондай адамдардың бірі 5 жыл бойы байлар мен кедейлердің өмірін зерттеген американдық зерттеуші Томас Корли болды. Томас Корли бай адамдар байып кетті деген қорытындыға келді. Өйткені олардың мақсаттарына жетуге көмектесетін белгілі бір жағымды әдеттері бар. Корли барлық бай адамдарда болатын ең маңызды әдеттердің бірнешеуін атап өтті. Ал сіз ондаған рет естіген бірінші әдет – күнделікті кітап оқу. Томас Корли сұхбат берген ауқатты адамдардың 90%-ы күніне кемінде 30 минут кітап оқитынын хабарлады. Бай адамдардың пікірінше, кітап оқу байлық табуға көмектесетін ең қажетті әдет. Өйткені, оқу барысында сіз өзіңіздің қызмет салаңызға қатысты қажетті ақпаратты аласыз. Оны кейіннен іс жүзінде қолдануға болады. Оқу барысында сіз белгілі бір салада өз құндылығыңызды арттыруға көмектесетін білім аласыз. Оқу барысында сіз өз тауарларыңыз бен қызметтеріңізді тиімді сатуға маны ретінде көрсетуге көмектесетін білім аласыз. Кітап оқу бай адамдардың пікірінше бай болу үшін өте маңызды жұмыс. Бай адамдардың көпшілігіне тән келесі әдет дағдыларды саналы түрде дамыту. Сауалнамаға қатысқан ауқатты адамдардың 70%-ға жуығы күнделікті 2 немесе одан да көп сағат бойы кәсіби салада көмектесетін қандай да бір нақты дағдыларды үйрететінін айтты. Нақты мақсаттарды көздемейтін әрекеттерден айырмашылығы арнайы дағдыларды дамыту толық зейін мен зейінді қажет етеді. Бұл тәжірибенің мақсаты кәсіби дағдыларыңызды жетілдіру. Бұл тәжірибеде ең бастысы бар назарыңызды өз салаңыздың нағыз кәсіпқойы болуға көмектесетін дағдыларға аудару. Барлық бай адамдардың үшінші маңызды әдеті үлкен, ұзақ мерзімді мақсаттар қою. Корлидің зерттеулеріне қатысқан ауқатты адамдардың 70%-ы үлкен, ұзақ мерзімді мақсаттары бар екенін хабарлады. Олар үшін күнделікті белгілі бір әрекеттерді жүзеге асырады. Корлидің пікірінше, бұл жерде байлар мен кедейлер арасындағы айырмашылық жатыр. Кедей адамдар бұл байлардың жоспарларын жүзеге асыруға көбірек мүмкіндіктері бар екенін айтқан кезде, олар ұзақ мерзімді мақсаттар қою арқылы байлардың бақытты және қолайлы жағдайларға жол ашатынын білмейді. Бай адамдардың өздері осындай жағдайлардың жасаушылары болып табылады және олардың өздері бастапқыда осы жағдайлардың өмірінде пайда болуы үшін қажетті күш-жігерін салады. Байлардың төртінші әдеті жеке қаржысын басқару. Сауалнамаға қатысқан ауқатты адамдардың 70%-ға жуығы ақшасына өте мұқият қарайтындарын айтты. Олар ақшаны эмоционалды және негізсіз шығындарсыз есептеп, ақылмен жұмсайды. Ал барлық ауқатты адамдардың 95%-ы табысының 20%-ын тұрақты негізде үнемдейтінін айтты. Бұл әдет шыдамдылық пен еңбекқорлықты қажет етеді. Бірақ бұл сізге кейінірек қаржылық мақсаттарыңызға жетуге көмектеседі. Бесінші әдет бай адамдармен танысу. Ауқатты адамдар басқа бай және табысты адамдармен танысуға тырысатындықтарын мойындады. Сіздің ортаңызда табысқа жетуге бағытталған адамдар болған кезде, сіз олардың мінез құлқын, ойлау тәсілін, әдеттерін және олардың бай болуына көмектескен барлық нәрселерді еріксіз көшіре бастайсыз. Алтыншы әдет ерте тұру. Сауалнамаға қатысқан ауқатты адамдардың көпшілігі күнделікті жұмыс күні басталғанға дейін кем дегенде 2 сағат бұрын оянатынын айтты. Олардың айтуынша, дәл осы уақыт оларға табысқа жету үшін өте маңызды мәселелерді шешуге барынша көңіл бөлуге көмектеседі. Және соңғы, бірақ маңызды емес әдет. Бұл рахат әкелетін жұмыспен айналысу.
Байлардың 90%-ға жуығы өздеріне ұнайтын іспен айналысу, оларға көп ақша табуға көмектескенін айтты. Сүйікті ісіңмен айналыссаң, бар уақытыңды соған арнайсың. Сен әр жолы жақсырақ және жақсырақ болуға тырысасың. Дағдыларыңды үнемі жетілдіруге тырысасың. Сәйкесінше, сіздің кәсібилігіңіз бен құндылығыңыз өскен сайын арта түседі. Мұның бәрі сіздің табысқа жету мүмкіндігіңізді айтарлықтай арттырады. Көптеген адамдар байып, табысқа жетуді қалайды. Бірақ тәжірибе көрсеткендей, мұны бәрі бірдей жасай бермейді. Мұның бәрі бір тілек жеткіліксіз болғандықтан. Әркім қалаған мақсатына жетуге көмектесу үшін қажетті күш-жігерін салуға дайын емес. Бай адамдар бай. Өйткені олар өздеріне қажетті шыңды таңдап, барлық қорқыныш пен күмәнді тастап, барлық қиындықтар мен кедергілерді жеңе отырып, оған көтеріле бастады. Алғашқы қиындықтар пайда болған кезде олар берілмеді. Енді мүмкіндік жоқ сияқты болып көрінгенде, олар берілмеді. Және олардың табандылығы мен шыдамдылығының арқасында олар шыңға шыға алды. Енді ойланыңыз, егер біреу мұны істей алса, неге сіз мұны істей алмайсыз?